Эйяу, сәлем, ютуб әлем. Сіздермен бірге мен Аял Уинкс достар. Бүгінгі видео бізде типа девочек. То есть біз бүгін сіздермен бірге қазіргі таңда хит болып жатқан қыздардың стильдерін қайталап көреміз. Типа макияждары, не стильдерін, типа соларға айналамыз. Ендеше видео қызықты болса, тогда бастаймыз. И вот, бірінші очередте біз, конечно, мейкаптан бастаймыз. Итак, Аманданың стрелкасы болу керек, но менің стрелкам как Аманданың сияқты, надеюсь. И мен бұны еще давно сызғам, так что сәл жаңартып сызамыз. Амандаға негізінде мүлде ненің керек жоқ. Қазіргі таңдағы хит болып жатқан қыз, мүлде прям макияждың керек жоқ, көп сондай макияжды керек етпейді қызда ол, потому что надеюсь, все нормально. Нормально, ребят, пойдет. И теперь біз мына жерден вот осы тениден черный цветтен не қыламыз. Менде еще не жоқ қоқырсам. Сәл осылай көздің астына шығамыз, өйткені Аманданың көзі прям қап-қара екен да. Анандай емес енді. И вот стрелкаға глаз. В общем, көзіміз дайын, и теперь только не ғана қалды бізде, да? Помадочка қалды. Осы помадочканы осылай, именно осы цветті мен өстіп жаға салам, потому что Амандаға керек емес. Вот, нормально, надеюсь, нормально. Оған прям не қылып керек емес, еще мен жерге кішкене контрик қостым. И все. Яу, енді киімдерге келетін болсақ, Аманданың шашында осындай шарики бар, білесіңдер, шишка, и потом осындай желтый футболка и темный-синий или осындай яркий-синий, осындай цветте, короче, шорти бар. Но менде шорти жоқ, зато такие юбочки есть, надеюсь, пойдет. И теперь кинемся. И теперь я типа Аманда, girl Аманда, вот так. И теперь мне надо такие. Теперь косить маған шашымды істеу керек. И вот такие Аманда у вас. И вот, я похожа. Знаю, Амандада челка жоқ, но мен челкамды осылай ғана істей аламын. А так-то мынандай Аманда болады. Пойнстердің бейін біле кеткенше. Вот такие Аманда, короче. У меня, надеюсь, красиво получилось. Мне нравится, например. Вот теперь мен жаңа осы повязкамды жоғалтып алдым да. И вот, соны іздедім. Еще мынаны жасау вообще оңай болған жоқ маған. Содан мен уже шаршадым, маған энергия керек. Дальше только бір ғана образды біз істеп үлгердік. Дальше мен қалай не қылатынымды білмеймін. Офигеть. Ой. И вот, келесі дальше біз American Girl'дардың стилін жасаймыз. И вот, знаете, American Girl'дар, олар эстетик girl'дар да көбінесе. Олардың фотоларының бәрі прям күнмен түседі. Еще сол үшін бізге пока что тоналка қолданып керек емес, потому что American Girl'дар олай істемейді. Оларға вот именно легкий макияж, но прям күшті макияждар керек. Например, біз қазір тушпен көтереміз. Потом осы карандашпен ернімізді анандай сызамыз. Потом, надеюсь, хайлайтер жағамыз. Обязательно. Контур жасаймыз и все. И вот бізде осы тенийдің ішінен именно осыны алам ғой деймін. Бұның кисточкасының қайда екенін фиг знает. Поэтому осылай жасай береміз. Мне так удобно. Именно вот розовый нені алғасын ғой еще. Офигеть. Еще стрелка жаңағы. Негізінде American Girl'дарға осы стрелка пойдет. Дальше образдарда жасаймыз сондай стрелкаларды. Короче, менің контурым вот осында жасалды. Надеюсь, результат бар. Вот. И теперь только мұрынның контуры қалды. Примерно сызып қойдым. Теперь осы мұрынның контурынан кейін ерінге көшеміз, и все, надеюсь. И вот на этом мұрынның да контурын бітірдік. Теперь ерінге кеттік.
На этом все, надеюсь, ребята. И вот самый последний, это хайлайтер, конечно же, ребята. Вот хайлайтерді осындай жағамыз, потом там. Надеюсь, все. Теперь киімге көшеміз. И вот образға келетін болсақ, образ үшін бізге осындай өзімнің сүйкімді сепочка, потом осы сережки. Мен өзім өте қатты жақсы көретін осы сережки. Прям маған именно осындай стильде прям қатты ұнайды. И потом басымызға осындай банданы, потому что мы American Girl. Такие вот джинсовки, надеюсь, киеміз или кимейміз, фиг его знает. Вот такие вот кофточка, такие белые. Потом у меня осындай любимая осындай футболка. Ангел деген жазу бар, который именно вот American Girl'дардың киетін стильдерінде көбінесе осындай принттегі джинсылар. Менде вот как раз таки вот такие джинсы есть. И вот осындай киеміз. Еще аяғымызға кеды киеміз. Надеюсь, красный. Я потом куплю себе черный. Пока что вот так. Вот это самый последний. Все. Как вам мой образ, ребята? Вот так. Там не полосатый, как мен күнделікті киетін, потому что біз қазір dead inside-ка емес, a girl емес, вот American Girl, ребята. Вот мына жақ көрмейтін. И вот. Надеюсь, нормально. И теперь негізінде осы джинсовканы да добавить етуге болады. Когда біз суретке түскен кезде добавить ете береміз, да? Или не очень. Вот. Не прям джинсовкамен алып тұрған жоқ. Короче, джинсовканы атменен тастаймыз да. Осы стилімізде қаламыз. Енді суретке түсу қалды. Вот. Йоу. Капец, я серьезно устала, на самом деле. Вот такие вот мой стиль, ребята. Вот. Короче, енді біз Korean Girl болам, бата. Короче, American Girl болам деп суретке түсіп келдім. Суреттерді сіздер уже көрдіңіздер деп ойлаймын. Если что, мен инстаграмнан да көре аласыздар. Ойбай. Вот. Ойбай, нам не видно. И вот, короче, осылай. Біз қазір Korean Girl'дардың макияжын жасаймыз, как будто вот так. Сіздер өздеріңізде білетін шығарсыздар, то что Korean Girl'дардың әппақ болатын, так что біз қазір бетімізді әппақ қылуымыз керек, так что бізге жаңынан негізінде American Girl болғанда Смотрите, пожалуйста, какие классные у меня. Все, кореянкалар сияқты әппақ болдық. Теперь енді қарасаңыздар, мен ерніме дейін ағарып кеткен ғой, короче. Енді біз осы мен бағана көрсеткендей розовый оттенок деп боянамыз, ребята. Потому что кореянкалар как-то так милашкалар, олардың стильдері сондай розовый, да, понимаете? Негізінде кореянкаларға стрелканы қатысып керек. Содан мен осы стрелкамды әлі кетірмем, так что бұл стрелка Амандаға да болды, American Girl'дарға да болды. Енді өзгерек деп ойлаймыз. Сіздерге де уже надоел болған шығар. Надеюсь, вот, мен көзім бояп алдым. Енді біз кірпігімізді әдемілеп қойдырамыз. Korean Girl. Мен бағана American Girl болғанда кірпік көтермеймін. Ұмытып кет, надеюсь, көтермеймін.
Вот. Хайлайтер, конечно же, кореянкалар сияқты. Яғни өте көп пакетін сияқты. Вот, хайлайтер, конечно же, кореянкалар сияқты. Там. Кореянкалар негізінде румяны өте көп қолданады. Біз де тоже там румяны жасаймыз, типа бетімізді қызартамыз. Вот, например. Вот, короче, мне кажется, достаточно, да? Тема. Верный контур называется. И вот көріп отқандарыңыздай мен ерімді уже бояп алған болатын. Енді ортасын осылай қызартамыз. Как Korean girl. Что это было? Все. Все, макияж даяр, бата. Надеюсь, кореянкалардың макияжы осымен болды ма? Знай, милашты көріп болдық па? Кореянкалар болғанда, типа, школьный формалары прям танымал, да? Менде осындай рубашка бар, сіздер білесіздер. Вот эти тенниски тоже есть. Вот эту тенниски, сіздер тоже білесіздер бұны. Либо менде выбор бар, и либо вот такой. Очень красивые такие корейские стильдегі өте юбочка. И осындай, и осы. Короче, қазір киіп көреміз. Қайсы ұнайды? Мен сонымен сіздерге өзімнің образымды көрсетейін. Еще у меня есть вот такие рубашки. Если вы киетін болса, да? Вот. И так вот. Вот, рубашками вообще күшті кеттім мен уже. Вот, валя, образ готова. Осындай теннискамен, осындай киім киіп алдым. И теперь менде осындай сережки бар. Мен соны қазір тағатын боламын. Надеюсь, бұл вообще көрінбей қалады, но все равно похуй. Это выглядит как-то вот так. Разве не красиво? Вот, надеюсь, все. Енді щелкамызды біраз дұрыстаймыз, сонымен Korean girl болып суретке түсеміз. И вот, короче, мен Korean girl болып болдым. И теперь Барби, қазіргі таңда көріп атсаңыздар, прям Барби хит болып жатыр. Соның образын бізде типа қайталап көреміз. Типа. Розовый тингтен осында. Розовый оттенкте боянамыз, да? Маған снова осындай блески розовый, красный цветтегі еще розовый не керек болады осымен осы. И потом розовый тингте боянып көремін. Оттенкте, то есть. Вы готовы, дети? Холодно. Вы готовы, дети? И вот. Короче, менің макияжым как-то вот так выглядит. Барбилардың еріндері осында ғой. Это. Офигеть. Вот, например, я Барби Girl. Вот так. Вот мой образ. This is my outfit. Там мен бант байлядым. И там вот такой. Вот. И теперь как-то вот так выглядит. И теперь только шаш қалды, надеюсь, да? Шашымызды как барбилар сияқты істеуіміз керек. Мне кажется, жаңа болмайды, сонда мен как-то вот так осылай істеймін деп тұр. Примерно осылай. Вот.
in the Barbie world, life in plastic. It's fantastic. You can brush my hair. Офигеть, ребята. У меня прическа такие, еще образ такие, еще у меня есть кукла. Короче, вот такие Barbie Girl. Сіздер мені сатып алатын бедіңіздер, если бы я реально сондай Барби болсам. Вот такие вот бант, вот такие вот костюмчик и вот такие вот ремень. Мне кажется, идеален мне, ребят, идеален. And I'm bad like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna party. Pink felt like I'm ready to bend. I'm a 10, so I pull in a Ken. Like. Ребят, я так сильно устала, фотоларды түсірдім, сіздер уже көрдіңіздер деп ойлаймын. И теперь біздегі последний образ қалды, это Wednesday Addams. Тиктокты жарған, бүткіл жерді жарған Wednesday, короче. Как вы думаете, я похож? Чё за Барби, ребята? Так. И мама кикл тұрмайды ғоғырсын. Вот так. Вот. Қазір біз ағарамыз еще раз, потом бізге именно черный тендер керек болады, еще, в общем, взглядымыздың бәрін черный қыламыз. Ждите. И вот, короче, менің макияжым дайын. Wednesday Addams, макияж готово, просто так, надо челка. Эй-бой. Ой, я пересидаю. И вот, вуаля. Мне кажется, что-то не так. Ладно. И вот так нормально. On this throne, I'm ready for their throne. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head. Йоу, ребята, на этом все, надеюсь. Мен сіздерге барлық образды көрсеттім. Надеюсь, все сіздерге ұнады деген ойдамын. Если это так, тогда лайк басыңыздар, арнаға тіркеліп қойыңыздар и ойларыңызды жазып қойыңыздар. Көріскенше, пока-пока.